Сәлеметсіздер ме, құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері. Бүгін біз педагогика пәнінен квалт-тест 2023 жылы келген жаңа нұсқаларда қарастырамыз. Аттестация педагогика оқыту әдістемесі бойынша. Оқу пирамидасына сәйкес оқушылардың алған ақпаратты есте сақтауы үшін ең тиімдісі өзгелерді оқыту. Оқушылар мен мұғалімдерге білім, түсіну және дағды туралы хабар беруді көздейтін бағалау мақсаты, кері байланыс. Бағалаудың барлық түрлеріне тән сипаттамалардың бірі болып табылатын қорытындыны көрсетіңіз. Оқушының жауабына сәйкес шешім қабылдау. Подкаст жасаудың оқушылар үшін пайдасы, сауаттылық дағдыларын жетілдіреді. Метатанудың тапсырмаға қатысты өлшемінің сипаттамасы Плейбл бойынша тапсырманы орындауға қажетті стратегияны білу. Сандық технологияны пайдалана отырып, деректердің орналасқан жерін анықтап, оны түсіну, бағалау қабілеті, ақпараттық сауаттылық, толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге, өз идеяларын дамытуға көмектесетін және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сынақтан өткізу. Оқыту мен оқудың үздіксіз үдерісінің жалпы қажеттілігіне сәйкес метатану әдістерін игерген оқушылар мұғаліммен тең әрекеттеседі. Оқуды бағалауды оқу үшін бағалауға ауыстырылу шартын көрсетіңіз. Бағалау сипатын өзгерту. Білек пен Уильям зерттеулерінде сыныптың қара жәшік метафорасы қолданылған. Осы метафораның негізгі идеясын көрсетіңіз. Оқушыларды өзін-өзі бағалауға қатыстыру. Келесі сұрақ. Оқушылар жауап бергеннен кейін мұғалімнің кідіріс жасау уақытын ұлғайтуы, жауаптарын түзетуге, нақтылауға, дұрыстауға мүмкіндік береді. Оқушылардың тақырып бойынша нені түсінбегенін анықтау үшін бақылау алып, қателерді түзетудегі бағалау мақсаты. Оқудағы қиындықтарды анықтау. Білімнің педагогикалық аспектісі. Оқушыларға ғылымды оңтайлы түсіндіру тәсілі. Санаға ақпарат енгізіп, онымен жұмыс істеуге мүмкіндік беретін жады, қысқа мерзімді жад. Сабақты зерттеу тәсілін жоспарлау барысындағы зерттелінетін оқушылар санаты. Үлгермеушіліктің жоғары, орта, төменгі деңгейі. Сабақты зерттеу listening study үдерісінде бақылауға алынатын сыныптардың санатын анықтайтын өлшем, оқу үлгерімі. Listening study кезеңдерінің бірі қатысушылардың өткізілген сабақ бойынша оқушылардың оқу үдерісіне қатысты барлық нәтижелерді жүйелеп талдауы. Осыдан кейінгі кезең. Зерделенген мәселелерді негізге ала отырып, келесі listening study'ді жоспарлау. Оқушылардың білім дағдыларын дамытуға, мұғалімнің қолайлы жағдай қалыптастыруы, оқыту ортасын құру. Плейбл бойынша оқушыға білмеген тапсырманы орындауға кеңес берілмегендіктен, оқушының қабілеті жетіп тұрса да тапсырманы орындай алмауы, өнімділік тапшылығы. Мерсер бойынша кумулятивтік әңгіменің сипаттамасын көрсетіңіз. Идея қайталанады және жасалынады, бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. Енді мұнарада қарасақ, әңгіме дебат барысында ой-пікірлерде үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдеріне қалады. Ресурстарды біріктіруге бағытталған аздаған талпыныс жасалады. Қарым-қатынас көбіне иә, бұл солай, жоқ олай емес деген бағытта жүзеге асады. Орта бірлесуден гөрі көбіне бәсекелестікке бағытталған деген сұрақтар болады екен. Ал кумулятивтік әңгіме барысында байқалатын жайлар, айтылған пікірлер мен тыңдаушылардың әрқайсысы механикалық түрде келісе береді. Әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізілгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды. Идея қайталанады және жасалынады,
бірақ үнемі мұқият бағалана бермейді. Зерттеушілік әңгіме жүргізілу үстінде әркім ақылға қонымды мәлімет ұсынады, әркімнің идеясы пайдалы деп саналғанымен мұқият бағаланады. Қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды және айтқандарын дәлелдейді. Осылайша әңгімеде дәлелдеме көрінеді. 5-ші, топтағы қатысушылар келісімге жетуге тырысады. Олар келісімге келуі де, келмеуі де мүмкін. Ең бастысы келісімге ұмтылу дейді екен. Дарынды және талантты балаларды анықтау өлшемдерінің ішіндегі өз білімін жетілдіру өлшеміне сәйкес келетін сипаттама. Олар өздерінің оқуларын реттей алады. Метатану үдерісінің мағынасы. Қалай оқу керектігін үйрену. Тұлғаның біліктілік дәрежесін анықтау мақсатында бағалау, стандартты бақылау және орындау. Мұғалімдер мен ересектерді түсініктеме беруге жетелеу дарынды және талантты оқушылардың қай сипатына тән табандылық таныту. Оқу үдерісіне ақпараттық коммуникациялық технологияларды енгізу барысында білікті мұғалімде болуы қажет білім. Теориялық және практикалы. Енді мұнарада біз өте мұқият болатын бір жайттар бар. Есте сақтау және білім. Олардың есте сақтау қабілеттері өте жоғары. Олар ақпаратты біліп қана қоймай, оны пайдалана алады. Бұл да міндетті түрде келеді тестіде. Өз білімін жетілдіру. Бұда да тестте болады. Өз білімін жетілдіру дегеніміз, олар оқу үдерісінің қалай жүретінін басқалардан гөрі жақсы біліп, өздерінің оқуын реттей алады. Ойлау қабілетінің жылдамдығы. Олар жоспарлауға көп уақыт жұмсауы мүмкін, бірақ жоспарды тез жүзеге асырады. Мәселені шешу. Олар ақпаратты толықтырып, олардың қайшылықтарын анықтап, мәніне тезірек жетеді. Икемділік. Басқаларға қарағанда олардың ойлау қабілеттері жақсы ұйымдастырылған. Олар оқуда және проблемаларды шешуде балама шешімдерді көріп, қабылдай алады. Күрделілікке деген сүйіспеншілік. Қызығушылығын арттыру үшін олар күрделі ойын мен тапсырмаларға ұмтылады. Шоғырлану да келеді. Ерте жасынан бастап ерекше қабілеттерін ұзақ уақытқа шоғырландыра алады. Ерте символдық белсенділік. Олар ерте жасынан сөйлей, оқи және жаза бастайды. Құрметті тіл білімі YouTube арнасының көрермендері, егер де сіздерге тағы да тесттер қажет болатын болса, төмендегі сілтемеге өтіп, WhatsApp желісіне жазыңыздар. Сіздерге электронды түрде басқа да тест нұсқаларын жіберетін боламын. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар. Ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып каналды қолдап өтсеңіздер.